Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі тақырыбымыз түсіңізде көбелек көрсеңіз қалай жоруға болады, назарларыңызға ұсынамыз. Түсіндегі көбелек неше түрлі мағынаны береді. Әсіресе оның түстері керемет болса, бұл түс көрушінің қуанышты хабар алатынының белгісі. Адамның гүлдер арасында жүрген көбелекті түсінде көру қуанышты оқиғалардың болатынының белгісі. Диқан үшін түске көбелек көру оңай жолмайтын үлкен материалдық қиындықтарға түсудің белгісі. Бірақ түсіндегі көбелектің өлімі сәтсіздікпен жете алмау салдарынан адамның ауыр психологиялық жағдайына көрсетеді, көзделіп отырған кейбір мақсаттардың орындалмауы. Түсіндегі раушан гүлдердің айналасында ұшатын көбелекті көру көптеген қаржылық табыстарға қол жеткізуді білдіреді. Түсінде қызыл көбелекті көру жақын арада үйлену той болатынын білдіреді. Ал жасыл көбелек Құдай қаласа оған келетін бақытты бейнелейді. Ал түсінде гүлдердің көбелектің болуы алаңдаушылық, күйзелістің, депрессияның құтылуды білдіреді. Түсінде түрлі түсті көбелектерді көрген адам олардың ұстауға тырысса, бұл әрқашан қолы жеткізгісі келетін кейбір тірліктердің орындалғанын белгісі. Егер ер адам көбелек көрсе, бұл оның басқалардың оған деген сүйіспеншілік және жақсы атаққа ие болатынын көрсетеді. Егер түс көруші ешқашан үйленбеген және түсінде көбелек көрген жас жігіт болса, онда Құдай қаласа жақында некеге тұруды білдіреді. Түсінде көбелек ұстап алып оны өлтірген адам өзіне қатты жақсы көретін басқаларды өзімшіл менмендікпен айналысатын адам екендігін көрсетеді. Түсінде сары көбелек көру зиян тигізгісі келетін жаудың бар екендігін көрсетеді. Үйленген әйел сары көбелекті көру айналасындағының қызғаныш пен жек көрушіліктердің ұшырауын білдіреді және ол басқалармен қарым-қатынас жасаған кезде өте сақ болғаны жөн.